адам барлық эмоцияны басынан кешіреді. Эмоцияны жақсы, жаман деп бөлінбейді, бөліну қажет. Жағымсыз деп санайтын эмоциялардың өзі адамға өзінің қандай да бір пайдасын алып келеді. Енді ол жағымсыз болса, ол сондай адамды мазасыздық тудыратын болса, не керегі бар ондай эмоциялар деген сұрақ туындауы мүмкін. Жаңа айтқандай, барлық эмоция қажет, адам барлық эмоцияны басынан кешіру керек, немесе сыртқа шығару керек. Эмоция іште қалып қойса да, ол адамға мазасыздық тудырады, адамның ойға батырады, адам өз-өзін жеп бастайды, адам өз-өзінен неше түрлі салыстыру дейміз, өзін-өзі бағалау дейміз, барлығына әсер етеді. Енді біз қалай эмоцияны шығару керек, бірақ дұрыс жолмен дегендей да, қалай дұрыс дегендей. Кез келген эмоция 1-ден 10-ға дейін санайтын болсақ, 5-6-ға дейін бағаланса, мен қазір эмоцияны осы 5-6 ұпайға ғана сезініп тұрмын дейтін болсақ, ол адаптивті деп аталады, функционалды эмоция. Яғни ондай эмоцияларды адам сезіну керек. Қорқыныш болсын, агрессия болсын, қызғаныш болсын, өкініш болсын, тағысындағы. Яғни 5-6-ға дейін көтерілсе, адам оны өзі жеңе алады. Ол кез келген адам сезінеді, және кез келген адам ол эмоциядан шыға алады деген сөз. Енді егер эмоция 1-ден 10-ға дейін 5-6 емес, 7, 8, 9, 10-ға дейін көтерілсе, ол дезадаптивті, яғни дисфункционалды деп айтады. Ол эмоциялар адамға уже өзінің кедергісін келтіреді, алапат күшке ие болады, адам өзінің эмоцияларын басқара алмай қалады, және әртүрлі іс-әрекеттерге, әртүрлі мінез-құлықтарға баруы мүмкін. Сондықтан барлық эмоцияны сезіну керек, жағымды, жағымсыз жоқ. Даже если жағымды эмоция, қуаныш деп айтамыз, қуаныштың өзін 10-ға дейін сезініп жатсақ, ол да өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Мысалы, адам реальностьтан кетіп қалуы мүмкін, яғни бақыттың құшағында дегендей, бақыттың қанатында дейміз ба, яғни айналасында қандай бір қауіптер болып жатыр, қандай рисктер бар, қандай тәуекел бар дейік, қандай бір реальностьта қандай мәселелер бар, соның бәрінен алшақтап кетсе де, ол дұрыс емес болып саналады. Сондықтан барлық эмоция жақсы, барлық эмоция құрметке ие, барлық эмоцияны адам баласы сезіну керек, және барлық эмоция барынша адаптивті болу керек. Егер эмоция дезадаптивті болып жатса, оны көбінде іште сақтап, іште қалып, оны сыртқа шығару, немесе сезінбеу, немесе сезінуге рұқсат бермеу, ол адамға орасан жойқын өзінің жағымсыз әсерін тигізеді. Ал КПТ-да адамның эмоциялармен жұмыс жасаған кезде, яғни дисфункционалды, дезадаптивті эмоцияларды адаптивті, функционалды эмоцияларға жеткізу. Яғни адам өзіне сондай ауыр салмақ салатын, ауыр жүк салатын, сондай қиындықтар тудыратын эмоциялармен жүрмейді, оны шығарып үйренеді. Сондықтан барлық эмоцияны сезінейік, барлық эмоция бізге керек.